Ассалаумағалейкум. Арнамды қолдап, тіркеле кетіңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет. Сонымен, Ораз ағамның айтуы бойынша 5-6 сыныпта оқитын кезім еді. Қасқырлар қойшы ауылына тым жақын келіп ұлитын әдет шығарды, тіпті күндіз түні. Шамамен 1 апта немесе 10 күн уақыт өткеннен соң ұрғашы тазы тамақ жеуін қойды. Тек жатып алып басын көкке көтеріп, аракідік қыңсылап қояды. Ал еркек тазы болса керісінше өз тамағында және екінші тазының тамағында жеп қоятын болды. Бұрын сонды бұндай әдеттерін көрмегем. Әкем айтты, еркек тазыны ит құстар жекпе-жекке шақырып жатыр. Ал ұрғашы тазы болса еркегінің тілеуін Құдайдан сұрап жатыр деді. Қазақтың қойшыларының өзі дана болған айғақтардың бірі ғой, осы жағдай көрсетіп отыр. Әкем де сезді, тазыға күш беретін асатқы беруді керекті, тіпті жылқының етін беріп жүрді. Күндердің күнінде ит құстар тіпті жақын жерден ұлыды. Сол кезде еркек тазы қасқырлар жаққа үрейсіз, өзіне өзі сенімді кете бастады. Ал ұрғашысы жатып алып, аспанға қарап ұлый бастады. Осының бәрін байқап отырған әкем тек жеңіспен орал деп айтумен болды. Сол кезде мен және аға інілеріміз қолдарымызға айыр, орақ, балтаны алып тазының соңынан ілескеніміз сол еді. Әкеміз, қайтыңдар, бұл тазы мен көкжалдың арасындағы жекпе-жек деді. Біздер әкемізден асып кете алмай тоқтап қалдық. Сол кезде мен, әке, ол жерде қасқырлар көп қой, жабылып өлтіріп қояды ғой деп жылап жібердім аяныштан. Осы уақытта әкеміз, ол тек 2 ара жекпе-жек, ешкім оған жабылмайды. Жабылатын болса, онда ұрғашы тазы да еркек тазының артынан ілесіп барар еді деді. Содан көп уақыт өтпей жатып, ырылдасқан дауыстар естілді, және қазандағы ет пісетін уақыт өткен соң тазымыз алған жарақатынан ирелеңдеп аман келді. Ұрғашы тазы алдынан жүгіріп шығып, жарақаттарын жалап жатыр. Ал біз әкемізге назар салсақ, көзінен сирек жастар тамшылап тұр екен. Қуанышымызда шек жоқ. Қолымызға айыр, орақтарымызды алып, оқиға болған жерге барсақ, дәу көкжал алған жарақатынан өліп жатыр екен. Ал басқа қасқырлар мүлдем жоқ болып шықты. Осы кереметті көріп әкемізге жүгіріп келіп, айтып жан-жақтан сұрақтарымызды жаудырдық. Неге 1-2 аптадан бері қасқырлар ұлумен болды? Неге көкжал мен тазы жекпе-жекке шықты? Неге қасқырлар тазыға жабылмады, оны өлтірмеді дегенімізде әкеміз келесіде жауап берді. Балаларым, өздеріңді білесіңдер. Осы 2 тазы жарағаннан бері ит құстар бізден бірде-бір қойды ала алмады. Керісінше абайсызда келіп қалған қасқырларды бұлар өлтіріп отырды. Осыған байланысты қасқырлар көкжалға шағымдалды. Және кім күшті екенін анықтау үшін араларында жекпе-жек ұйымдастырды. Тазыға жабылмағандары осыда жатыр. Және тазы мықты болғандықтан олар көшіп кетті. Енді олар осы 2 тазы өлгенше осы мекенге жоламайды. Өйткені серттері солай болды. Және олар серттерінде тұрады деді. Бәлкім менің тілеуім, бәлкім балаларымның тілеуі, бәлкім ұрғашы тазының тілеуі қабыл болды ма? Жоқ, баршамыздың тілеуіміз қабыл болған соң тазының мерейі үстем болды деп әкеміз сөзін аяқтады. Шын мәнінде біз мектеп бітіріп, студент аталғанша дейін ит құстар біздің малға шапты деген хабар естімеппіз. Орекеңнің айтқан әңгімесіне өз басым сендім. Өйткені естіген құлақта жазық жоқ дегендей, қазақ тазысы өте ақылды, батыл және жүйрік болады. Ал сіздер болса сену, сенбеу өз ықтиярларыңызда. Аңшы әңгімесінен.